Сәлем достар, біз бүгін сіздер менен ағылшын тілінде сағатты, уақытты қалай айтамыз, соны үйренетін боламыз. Біріншіден, what's the time, what time is it? Екеуі бір мағынаны білдіреді. Аудармасы бір, сағат неше болды деген мағынаны білдіреді. Егер сағат дәл 00 уақытта көрсетіп тұрса, егер 9:00 болып тұрса, біз оған ешқандай жалғаусыз it's 9 o'clock деп айтатын боламыз. Ал егер сағат 10:00 көрсетіп тұрса, it's 10 o'clock. Дәл осылай кете береміз. Ал егерде сағат тілі 15 минут өткенін көрсетсе, мысал үшін бірінші мысалға қараңыздар. It's 12:15 деп тұр. Яғни 12-ден 15 минут өтті. Бұл жерде quarter дегеніміз 15 минутқа теңді, ал past дегеніміз өтті деген сөз. Яғни 12-ден 15 минут өтті. Бұл жерде quarter және past деген сөздерді достар дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Quarter 15 минутқа тең, ал past деген өтті, кетті деген мағынаны білдіреді. Келесі, it's 3:45. Яғни 4-ке 15 минут қалды. Бұл жерде 15 минут қалғанын көрсететін бізде ол to предлогы. Бұл жерде қалды, 15 минут қалды деп, quarter деген 15 минут, ал to қалды. It's 3:45. 4-ке 15 минут қалды деген мағынаны білдіреді достар. Келесі, егер сағат тілі 30 минутты көрсетсе, мына жерде сағат нешеге тең болып тұр? 8:30-ды көрсетіп тұр. What time is it? It's 8:30. Сағат 8:30. Бұл жерде half дегеніміз 30 минутты, яғни жарты деген мағынаны білдіреді. Half дегеніміз жарты минут, жарты сағат дегенді білдіреді, 30 минут. Біз кейде айтамыз, 6:30 болыпты, 7:30 болыпты деп. Міне осыны біз half. It's 8:30. Түсінікті деп ойлаймын. Егер де достар сіздерде 12-ден 10 кеткенде қалай айтамыз, 12-ден 55 кеткенде қалай айтамыз деген сұрақ мазаласа, онда оның да шешімі бар. 12:10 ол it's 10:12. Яғни бірінші бізде it жазылады, сосын 10 жазылады, яғни 10 дегеніміз минуты жазылады. Келесі бізде past. Минуттан кейін міндетті түрде өтті ма, әлде қалды ма, сол етістік жазылады да, келесі сағат жазылады. Қай сағаттан өтті? It's 10:12. 10 минут өтті, 12-ден 10 минут өтті. Осыны біз осылай айтамыз. Егер 12:55 деп айтқыларыңыз келсе, it's 5:1. Яғни ол жерде біз 12:55 деп ағылшынша айтпаймыз. Бұл жерде 1-ге 5 минут қалды деп айтамыз. It's 5, міне it's, сосын 5, 5 минут, 2 қалды, нешеге 1, 1-ге 5 минут қалды деп осылай айтатын боламыз. Достар, сонымен қатар сіздер AM және PM деген сөздерді кездестіріп жатсаңыздар, және оның ара жігін, яғни айырмашылығын ажыратамай жатсаңыздар, бұл видео сізге арналады. AM-ді біз қай кезде қолданамыз? Егер түнгі сағат 12:00-ден күндізгі сағат 12:00-ге дейін уақыт айтатын болсақ, онда біз оны AM енді антимеридием деп атайтын боламыз. Мысал үшін, таңғы 5 күн шығатын уақыт, әлі таң әлі ағарып бататқан кезде біз таңғы 5 деп айтамыз. Оны AM деп айтады екенбіз. Ал егер PM-ді қай кезде қолданамыз достар? Күндізгі 12, обед уақытысынан алдын, күндізгі 12 менен жаңағы түнгі 12:00-ге дейін ұйықтайтыннан алдын уақытқа дейінгі біз PM, post meridian деп айтады екенбіз. Мысал үшін 17:00. 17:00-ді біз 5 PM, 5 PM деп айтады екенбіз. Достар, бүгінге осы сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.